Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен томян лагманның рецебімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін менің каналыма подписаться етіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен осы видеодағыдай жұқалап етті турап аламыз. Содан соң пиязымызды, чесногымызды ұсақтап тураймыз. Содан соң бізге қажет болады кинза, немесе кинзаның орнына сельдерейдің осындай сабағын қолдансаңыздар болады. Сондай Қытай капустасы, китайский капуста деп айтамыз ғой, сондай. Осылай төрт бұрыштап, қатты жағын ғана тураймыз. Және кинзаның жапырағын ұсақтап үстіп турап аламыз. Ал енді қуыратын боламыз. Қызған табамызға үстіп етімізді жақсылап қуырамыз суы тартылғанша. Суы тартылып қалғаннан кейін жаңағы чесногымыз бен пиязымызды қосып қуырамыз. Дәмдеуіштерімізді саламыз. Тұз бұрышымызды, қызыл бұрыш, паприка қостым, мен қара бұрыш қостым, содан соң тұз қостым. Міне кинзамыздың сабағын салып бірге қуыратын боламыз. Содан соң томатымызды қосып, томатымыз қызарғанша, майы шыққанша жақсылап қуырамыз. Ешқандай су құймаймыз. Етті жұқалап турағандықтан біздің етіміз тез піседі. Етіміз қызарып, әдемі болып қуырылды. Енді Қытай капустасын үстіне қосамыз. Содан соң қысқа деп қатырып алған қызыл ашты бұрышымызды қосамыз да араластырамыз барлығын. Және бір 5 минуттай араластыра отырып пісіретін боламыз. 5 минуттан кейін табамызда алып қоямыз ыстық оттан. Салмамыз дайын болып қалғаннан кейін алдын ала осылай созып алған пісірілген қамырымызды өстіп бөліктерге бөлеміз. Қатты ұсақтамайсыздар. Видеодағыдай өстіп бөліп, және осы қамырымызды біз қуыратын боламыз. Бұл қамырымыз майланғаннан кейін майды көп құймаймыз табамызға. Табамызға міне майымызды қосып қуыратын боламыз. Қызған майға әдемілеп қуырасыздар. 5-6 минут жеткілікті болады қуырғанға. Қуырып жатып соевый соусты қосатын боламыз. Және араластыра отыра барлық жерін қызарғанша қуырамыз. Қамырым қуырылып дайын болды. Енді салмасын салып 1-2 минут араластырып, үстіне егер соевый соустарыңыз аз болып қалса, кішкене қосып жіберсеңіздер болады. Мен қосып 1-2 минут тағы да біріктіріп баяу отта қуырдым. Және міне тамағым дайын болды. Өте дәмді болды. Осы рецепт бойынша дайындаңыздар. Еш өкінбейсіздер.
Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет. Менің рецебім бойынша тағамдарды дайындаңыздар. Менің каналыма подписация етіп, колокольчик белгісін басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.